сәлеметсіздер ме? Әжі 11 тобы сіздермен бірге информатика пәнінің оқытушысы Мұратханова Амина Ерзатқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз алгоритмнің негізгі түсінігі, алгоритмнің қасиеттері. Алгоритм дегеніміз атқарушы орындайтын амалдардың тиянақты жоспары. Алгоритмнің қасиеттері. Дәптерлерімізді ашып бірге жаза отырамыз. Алгоритмнің қасиеті дискреттілік, жекелеген қадамдардан, командалардан тұрады. Айқындылық, атқарушыға түсінікті болатын командалардан тұруы керек, айқын болу керек. Белгілілік, бастапқы деректердің бірдей болған жағдайда нәтижесі де бірдей болады. Нәтижелілік, әрекеттердің шектеулі санынан кейін белгілі бір уақытта қорытынды нәтиже алуымыз керек. Жалпылылық, алгоритмнің әртүрлі алғашқы мәліметтер үшін әртүрлі нәтижелер беруі тиіс. Дұрыстылық, алғашқы мәліметтер әртүрлі болғандығына қарамастан, барлық жағдайда дұрыс нәтиже береді. Алгоритмнің түсінігі. Бұл информатикада ең негізгі ұғымдардың бірі. Алгоритм сөзі 9 ғасырда ұлы математик Әл-Хорезмидің латындық үлгідегі атынан шығады. Ол арифметикалық амалдарды орындау ережелерін тұжырымдайды. Алгоритм дегеніміз бастапқы мәліметтерді пайдаланып іздеген нәтижеге жеткізетін әрекеттердің тізбегі. Ондағы әрбір әрекет оның қадамы. Қандай да бір әрекетті аяқтау туралы нұсқау алгоритм командасы. Ал атқарушы жүзеге асыра алатын командалар жиынтығы атқарушының командалар жүйесі деп аталады. Программа, қазақшасы бағдарлама дегеніміз қандай да бір программалау тілінде жазылған алгоритмді айтамыз. Компьютерге қажетті командалардың жиынтығы. Команда. Компьютер орындауға міндетті әрекеттің өрнектелуін айтамыз. Алгоритмдік процесс дегеніміз шешілетін есептің нақты бастапқы берілгендеріне алгоритмді қолдану процесі. Алгоритмді ұсыну құралдары ауызша, блок схема түрінде және бағдарламалау тілінде көрсетіледі. Алгоритмнің блок схемасы дегеніміз алгоритмнің логикалық құрылымынан графикалық бейнеленуін айтамыз. Бағдарламалау тілдері екіге бөлінеді. Төменгі деңгей және жоғары деңгейлі тілдер болып, төменгі деңгейлі тілдер әрбір команда процессордың бір командасына сәйкес келеді. Оны ассемблер тілі деп атаймыз. Жоғары деңгейлі тілдер оларға кәдімгі табиғи тілге, ағылшын тіліне ұқсайды. Адамның түсінуіне оңай, бір ғана компьютерге тәуелді болмайды. Бұнда жаңадан үйренушілерге Basic, Logo, Pascal, кәсіби C, Fortran, Pascal, жасанды интеллект тапсырмалар үшін Prolog пен Lisp, интернет үшін JavaScript, Java қолданылады. Блок схема. Басын және соңын білдіретін тоқтату блогы, берілгендерді енгізу және нәтижелерін шығаратын енгізу блогы, арифметикалық амалдарды орындайтын процесс блогы, шарттың орындалу немесе орындалмауын тексеретін шешім қабылдау блогы және қайталану блогы. Кез келген күрделі алгоритм үшін блок схема құруға болады. Оның біріншісі композиция немесе қозғалыс сызықты алгоритм деп аталынады. Екіншісі альтернатива немесе тармақталған алгоритм. Үшінші итерация немесе цикл қайталанатын алгоритм болып аталынады. Біріншіде ол композиция немесе қозғалыс алгоритмі әр кезеңі тізбектей. Яғни сызықты орындалатын есептеу процесін бейнелейді және ондағы операторлар бір рет қана орындалады. Мысалы, біз екі бүтін санды қосып, қосындысын экранға шығаратын есепті алсақ, бұл программа бойынша шығарылу осылай жазылады. Ал енді блок схема түрінде басы енгізуге біз А және Б, процесс жүреді, с-меншік дейді, А қосу Б-ны. Нәтиже шығаруы с-ны шығарады, соңы аяқталды. Блок схема алгоритм командаларын орындалу ретін көрсетуге бағытталған граф болып, мұндай графтың шыңы үш түрлі болады. Функционалды, предикаттық және біріктірілген шың болып бөлінеді. Екінші альтернатива немесе тармақталу. Тармақталған алгоритм есептеу, таңдау және бастапқы шарттан немесе аралық нәтижеден тәуелді болатын есептеу процесін бейнелейді. Шартты тексеру нәтижесіне келесі мәндердің бірін қабылдайды.
ақиқат немесе жалған, иә немесе жоқ, 1 немесе 0. Мысалы, тармақталған алгоритмнің құрылысы мұнда шарт қойылады. Мысалы, сен ертең сабаққа барасың ба? Егер иә болса, бірінші оператор орындалады, егер жоқ болса, екінші оператор орындалады. Бұнда көбінесе егер онда әйтпесе құрылымы немесе егер онда деген құрылымдар болып бөлінеді. Үшінші, қайталанатын алгоритм бір типті бірнеше рет қайталанатын есептеу аймағынан тұратын есептеу процесін бейнелейді. Циклдер қайталану саны белгілі және қайталану саны белгісіз болып бөлінеді. Бұл құрылымның 3 түрі бар: цикл әзірше және цикл дейін қайталану санымен. Циклде қайталанатын операторлар тобын цикл денесі деп те атайды. Мысалы, қайталану саны белгісіз алгоритм. Мысалы, шартты тексереді. Біз 5-тен кішкентай сандарды ғана қабылдайтын шарт қоямыз. Мысалы, 1-ді бердік, ол қабылдады. Дене 5-тен кіші ма, 1 кіші, онда цикл денесі иә болады да, шарт қайтадан тексеріледі. Екінші санды қабылдайды, 2-ні мысал береміз. Солайынан қайта-қайта қайталанып отырады. Мысалы, 5-тен кіші сандарды ғана қабылдайтынға біз 6-ны береміз. Ол 6-мен тексереді 5-ті. Ол жоқ қой, 5-тен кішкентай емес 6, онда жоқ болады да, сонымен есептің шарты аяқталынады. Алгоритмдік тіл дегеніміз алгоритмдерді біркелкі дәл жазуға және оларды орындауға арналған белгілеулер мен ережелердің жүйесі. Алгоритмдік тілде пайдаланатын сөздер қызметші сөздер деп те аталынады. Міне сіздерге көрсетіліп тұрған қызметші сөздер. Алг деп қысқартылған, ол қызметші сөзі алгоритмнің басында немесе оның атауының алдында жазылады. Басы және соңы бұл қызметші сөздер begin және end сөздері. Арг және нәтиже аргументі және алгоритм нәтижесін жазу үшін қолданылады. Енгізу және шығару бұл read және write. Енгізу мен шығару үшін қолданылады. Егер, онда, әйтпесе деген сөздер if, then, else, and тармақталған командалар жазу үшін қолданылады. Әзір, дейін қайталау қызметші сөздері while, do, repeat, until, for, to, do қайталау командаларын жазу үшін қолданылады. Сіздерге тапсырма: кері байланыс жазасыздар. Алгоритмге түсініктеме беріңіз. Алгоритмнің негізгі қасиеттерін жазыңыз. Алгоритмнің дискреттілігі дегеніміз не? Жалпылығы, анықтылығы дегеніміз не? Алгоритмнің берілу тәсілдерін атаңыз. Алгоритмнің негізгі құрылымдық базаларын атаңыз. Циклдік құрылымға және тармақталған құрылымға мысал жазыңыз. Назарларыңызға рахмет.